Қайырлы күн, құрметті достар. Бүгін біз Қазақ Білез айдары аясында қала жастарынан сүйінші сұрау салты жайлы сауалнама жүргізетін боламыз. Бізбен бірге болыңыздар. Сізге бір сұрақ қойсам, сүйінші сұрау жайлы не айта аласыз? Сүйінші дегеніміз қуанышты хабар әкелген кезде беретін сыйлық. Бізде бұл ерте заманнан бері бар. Мысалы, сүйінші дегенге біз жаңа нәресте дүниеге келген кезде, келін түскен кезде, немесе алыстан сағынған адамдарымыз келген кезде, адамның сол адамға барып сүйінші сұрау, яғни дәмету. Ол адамға обязательно ақша немесе бағалы сыйлықтар береді. Осы сүйінші дегеніміз. Сүйінші сұрау жайлы не айта аласыз? Жалпы сүйінші сұрау деген ол қазақ халқынан бұрыннан келе жатқан салт дәстүр. Жақсы жаңалық келген кезде, сол кездерде айтылатын сүйінші деп келеді ғой. Сол мен Сүйінші сұрау салты жайлы не айта аласыз? Сүйінші сұрау бұл жақын адамдарынан қуанышты хабар бөлісу, қуанышты хабар бөліскен кезде сол жақын адамдардың сүйінші ретінде қалай айтсам болады, сыйлықтарын, ақшаларын береді ғой, соны сүйінші деп ойлаймын. Осымен достар, біздің сауалнамамыз өз мәресіне жетті. Жалпы сүйінші сұрау ақкөңіл, ашық жарқын қазақ халқы біреулердің қуанышын өз қуанышындай көретіндіктен, біреулердің жақсылыққа жолығарын сезген жайында немесе ертерек білген кезінде сол қуаныш иесіне шауып барып қуантып сүйінші сұрайды. Қазақтың бұл салтын сүйінші сұрап келген адамын неселдесіз қайтармайды. Қалайда оған қуаныштың салмағы қатар сыйлық сыйлап қайтарады.